ақ түйенің қарны жарылған күн, мұндай тойды көргенді арманда, көрмегенді арманда. Бүгін ағайын біремен жарқын тойлайтын күн. Тойлайтын күн, думанға тоймайтын күн. Бүгін шат қыратын шалқайтын күн. Шаттықтың жұпарысы аңқитын күн. Тілектер ағайын ағыл тегіл ақтарылып, жүректер қорғасындай балқайтын күн. Өйткені бүгін ағайын Әлиаппаровтар әулетінде, тарих бетінде алтын әріппен жазылатын той болғалы жатыр ағайын. Осы әулеттегі ханшайымдар Айғаным мен Ақбота өмірдің жаңа белесіне қадам басып жатыр екен. Ендеше құрметті ағайын, Айғаным мен Ақботаның басқан қадамдары құтты болсын, өмірлер сәтті болсын, тәтті болсын, және Қазақстанның мақтанышы болсын, үлкен азаматшылар болсын деп қаттырақ бір қошемет соқып қойсаңыздар ағайын. Ду қол шапалақ. Бәрекелді, құрметті ағайын, біз жалпы қазақ халқы салт дәстүрді ардақтай қадірлей білген халықпыз ғой. Ендеше ортаға Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының актрисасы Айнұр Жүгінісова сіздердің қошеметтеріңіз ағайын. Қайырлы кеш, қымбатты ханымдар мен мырзалар. Айғанымның мектеп бітіру, кешірім өтінем, Ақботаның мектеп бітіру, Айғанымның тілашар тойына қош келдіңіздер ағайын. Той дегенде жыр дейміз, өлең дейміз, бастайды деп тойдығым елең дейміз. Елімізде той думан бола берсін, той бастаудан біз бүгін бөгелмейміз. Той дегенің төгілген күй, ән, самал, көрген кісің сүйсініп сан тамсанар. Тойға келген үлкен кіші ағайын, осындай той жұғысыншы бар жаңай, той жұғысты болсын ағайын. Бақыт, бала нұр, бала шаттық, бала жыр деп жатамыз ағайын. Расында да баланы қанша жырласақ та бітпейтін дастан емес пе? Балаларымыз туралы dastanдар жазыла берсін. Болашағымыз балалар жасасын десеңіздер, қане қошемет тағы да өздеріңізден болсын ағайын. Аянбаймыз, тойға келгенімізді естен шығармай отырайық ағайын. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады деп жатады. Жиған тергенде осы тойға жұмсаған қазақпыз. Өмірге деген жауапкершілігімізді, құштарлығымызды арттыра түсетін. Осындай тәтті сәбилер неге келе берсін, және қазағымыз осындай дәстүрлі тойға бай болсын дегім келеді ағайын. Ендеше, кешіміздің басты кейіпкерлерінің бірі Талғат пен Шолпанның тәттісі, кенжесі, ортаға Айғаным ханшайымды алдырайық ағайын. Қошемет! As I look in your eyes, I hold on to your heart and feel it's you again.
Ғалымжан, міне өмірің мәнді болсын, сәнді болсын, қызық қуанышқа толы болсындай, ашық, жарқын, шат болсын дегім келеді. Ендеше қымбатты қауым, ортаға Айғанымның Қуат ағасын шақырамын. Ағасы бүгін арнайы мектепке барғалы жатырған қарындасына әдемі сый сияпатын дайындаған екен. Әдемі бір-екі ауыз тілегін айта отыра, бүлдіршінімізге міне сыйлығын табыстасын. Тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың демекші. Келе ғой айналайын Қуатжан. Міне ағаң сияқты осындай үлкен қыз болайын. Қошемет ағайын. Қошемет ағайын. Соғай қалақанда. Білесіздер ғой, міне мектепті бітіріп қалай болады екен өмірім, Құдай-ау, қандай жаңағы мамандық таңдасам екен деп не жаңағы ойланып жүрген. Жас бой жеткенімізді орта қалдырайық ағайын. Шашуды сәл кейінірек жинармыз ағайын. Ортан ашайық. Қошемет ағайын. Ботамыз келеді ортаға, ботадай болып. Жарқ етсең жадыратар, жаққан шамдай қарлығар. Ағаң қоралай көз, қолаң шаш, алма мойын қиғаш қаз, сүйген сәулем қарлығар. Қоралай көз, қолаң шаш, алма мойын қиғаш қаз, сүйген сәулем қарлығар. Сүйген сәулем. Міне тәп-тәтті бүлдіршіндеріміз міне Ақбота ханшайымды ортаға келді ағайын. Ал міне жалқын емес жалпын қымбат, алтын емес салтым қымбат демекші. Ата дәстүр салтымызды құрметтеп, дәріптеп атадан балаға жеткізу әрбір қазақ азаматының парызы болса ағайын. Осы дәстүрлердің өзіне үшін жасалады деңізші. Міне жастарымыз көріп өссін, біліп өссін, атадан балаға мұра болып жалғаса берсін деген ниетпен жасалса керек ағайын. Дәстүрлі тойға бай болайық. Қошеметтеріңіз ағайын. Соғай қалақанда. Ал енді қымбатты қауым ойлап тұрған шығастар, неге Ақботаның көзін байлап жатыр деп. Солай емес пе? Өйткені бұл қазіргі Ақбота, білесіздер, жаңағы мектеп бітірген бала қайда барам? Көзі жабық адаммен тең, солай ғой. Өмірім қалай болады деген үлкен сұрақпен өмір сүріп жатыр, е? Ал біз жаңағы анасы екеуміз ойланып, толғанып, осындай бір болжам айтайық, болжам жасайын деген ниетпен бірінші қазір өздеріңіз тамашалай жатарсыздар. Жаңағы көзін байладық қой, ортаға ең бірінші қандай диплом алады екен? Бірінші деген жаңағыдай дипломы қызыл бола ма екен, көк бола ма екен дедік. Соны таңдасын, балам әкеле ғой. Көзі жабық көріп отырсыздар. Ал айналайын Еркетай, міне, алдыңда 2 диплом тұр, біреуін таңдай ғой. Дұрыстап таңда, ойланып таңда, кейін өкініп қалмайтындай, міне, біреу, жүрек соғысы кетті. Қызылды таңдады, қызыл дипломға бітіреді екен. Ал айналайын, кейін қазір көзіңді ашқанда не таңдағанды өзің білетін боласын. Келесі мамандық таңдаймыз, солай емес пе? Әзірше сұрамай-ақ қояйын, мүмкін жаңағы Алланың көмегімен өзінің сүйікті мамандығында тауып қалар қазір, е? Келіңіздер, мамандық таңдайды. Келіңіздер, қыздарым, келіңіздер. Қане, қыздар, бөпелер, келе қойыңдар, балапантайлар, келе қойыңдар. Міне, мына кішкентай бөпелеріміздің қолында, кішкентай балапандардың қолында мамандық тұр. Енді қызым осыны кәдімгідей өзің қолыңмен жаңағыдай іздеп тұрып, өзіңнің жүрегің сілтете қалған мамандықты таңдай қойынам. Қазір, қане? Ботажан, қара, таңда. Міне, біреу кетті, екеу кетті. Қыздар, көтеріңдер мамандықты, қане? Кімдікін алады екен, көрейік. Үшеу,
Aldı ғой, alды. Енді қане. Кімнің есімің кім жан? Есімің кім? Айзере. Айзере қуанып тұр. Менің таңдаған мамандығымды алды деп. Ендеше қымбатты ағайын, қазір оқимыз қандай мамандық таңдады екен. Сіздің таңдаған мамандығыңыз медицина саласы дейді. Қалай, ұнай ма сізге? Ақбота, қалай, медицина саласына барғың келе ме? Иә. Дөп түсіппіз ғой ағайын, көрдіңіздер ғой, алдамайды. Міне, соның ішінде көріп осылар кішкентай бүлдіршіндеріміз алып келіп отыр. Екінші, үшінші, жар таңдауға көшейікші. Кішкене бір болжам ғой, қызық ғой, жаңағы болсын деген ниетпен де жасап отырмыз. Жар таңдаймыз, болашақ жар таңдауға. Келіңіздер, қыздарым, әкеле қойыңыздар. Жар таңдау. Келе ғой, жоқ, міне қыздар, жар таңдаймыз ғой. Келіңдер. Ал қызым, енді бұл жерде ойлану керек. Дұрыстап ойлан. Алдыңда міне 8 түрлі мамандықпен жігіттер тұр. Соның біреуін таңдай қояйынам. Қане біреу, асықпа, кейін өкінбейтіндей болу керекпіз. Солай қой ағайын, е? Әрі қарай. 8. Таңдалды ағайын. Қошемет деген болмай ма ағайын? Қане қазір оқимыз. Сіздің таңдаған болашақ жарыңыз президент болады дейді ағайын. Міне, алдарыңызда елбасының жары тұр. Қошемет. Соңғысы бізде мамандық бар, диплом бар, жар бар. Енді қалып тұрған неше баламыз болады деп. Қыз бала солай білесіздер ғой. Кішкентай кезінен менің неше балам екен деп өзі қиялдап жүреді өзі қыз балалар. Сондықтан міне болашақ жанұяңыз неше адамнан құралады екен. Алдыңызда тағы да 8 жаңағы вариант тұр сіздің алдыңызда, қолыңызбен әдемілеп таңдаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне көрдіңіз, ал енді таңдаймыз. Таңдалды ағайын. Қане. Ағайын-ау, Құдайға шүкір, міне, тіпті қазағымыздың санын көбейтетін Алла берсе ана болады екен. 5 балалы ата-ана болады екен. Айналайын, міне таңдауың қолыңда, өзіңде болсын. Бұл Алла берсе сақтап қой, кейін осылай қарап отырасың. Солай емес пе? Расында да негізі жазып қойсаң тура солай болады деп жатады. Солай әумен болсын дегім келеді. Ал ендеше қыздарым, міне ырымға сенген қазақпыз ғой дегенменде арнайы анасының дайындаған ақ жолын төсей қойыңдар. Жолдары бүлдіршін жастарым балаларымыздың ақ болсын деген ниетпен міне әдемілеп тұрып ақ жолында дайындаған екен. Міне, ал Ақботажан, құтты болсын таңдаған мамандығың. Енді осыны аман есен қызыл дипломмен бітіріп шық. Кішкентаймыз қайда? Айғаным жаным, келе ғой. Ақ жол басында енді батамен көгерген қазақпыз деп жатамыз ғой. Санаулы жылдардың ішінде өзімізді дүние жүзіне танытқан ұлы халықпыз ғой. Ортаға Телман ағайымызды шақырып ақ жолдың алдында әдемі бір ақ батасын алайық ағамыздың. Берсін айналайындар. Жолдарың әрқашанда ақ болсын. Келіңіздер, ата-анасы келіңіздер. Балаларыңыздың қолынан ұстап міне ақ жолмен өткіздіңіздер. Әрқашанда жолдары ақ. Қошемет ағайын. Апалары шашуларыңыз қайда?